Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта біз сандық көрсеткіштерді осындай 3D форматта жасаймыз. Ол үшін вставка фигуры деп 4 бұрыш сызып алыңыздар. Астына осындай фигура сызыңыздар. Заливка фигураға барып, түсін ақ қылыңыздар, контурды алып тастаңыздар. Копировать, ставить етіп екіншісін қойып алыңыздар. Вставка, надпись деп сандарды жазып алыңыздар. Шрифтін үлкейтіңіздер, жирный қылыңыздар. Дәл солай копировать етіп екінші баған, үшінші және төртінші баған істеңіздер. Астына қосымша сандарды салыңыздар. Екеуін қатар алып екінші бағанның үстіне, қалғанын бірінші бағанның үстіне қойыңыздар. Заливка фигураға барып екінші бағанның түсін өзгертіңіздер. Төртеуін де белгілеп, на задний план шығарыңыздар. Ақ фигураларды қажет емес цифраның үстінен жауып тастаңыздар. Қажет цифраны бірінші бағанда, екінші бағанда жылжытыңыздар. 45 мысалы. Екіншісі үлкендеу қылыңыздар, 75 болады. Дәл солай, мысалы 10%, сәл жоғары қылып, 15% қылып жылжытып қойсаңыздар болады. Үшінші бет, мысалы бірінші баған 79, екіншісі 66. Енді 2020-2021 деп жылдарды салып алыңыздар. Бірінші бетте мысалы 21-ді көрсетсеңіздер, 21-ді қара қылып, қалғанын сұр қылып салыңыздар. Келесі бетте де дәл солай. Барлық слайдты белгілеп, переходыда трансформацияны таңдаңыздар. Тексереміз. Барлығы жасап тұр. Көрсеткішіміз дайын.